Әріптестер, мен қазір сіздерге Telegram каналында опросты қалай жасау керектігін көрсетіп жіберейін. Опрос функциясы. Ол Telegramда тек соңғы кездері ғана пайда болды. Мінекей Telegramды ашамыз. Мысалға, ашайық, мінекей онлайн креатив тобын аштық. Төменгі жағында мынау бір ілгек тұр, бір микрофон тұр. Микрофонды бассаңыз, артында камерасы бар. Камераны басасыз да өзіңізді көріп жазуға болады. Ал енді мынау ілгекті бассаңыз, ілгекте мінекей төменгі жағында галерея, файл, геопозиция, опрос, музыка деген тұр. Енді сол төменгі жағындағы сары түстің ішіндегі опрос дегенді басыңыз. Опросты бассаңыз, мінекей вопрос тұр. Вопрос, сұрақ, создать дейді, құрастыру. Мысалға жазамыз Telegram мүмкіндіктерін дейге, мүмкіндіктерін толық білесіз бе? Астына тағы да мына жерге жоқ, тағы біреуі үйренгім келеді. Уақытым жоқ деп қояйық. Уақытым жоқ. Үйренгім келеді. Енді создать дегенді басамыз. Создатьты бастық. Мінекей дайын болды. Енді мынау топқа түсіп отыр. Мысалға топта 30 мұғалім отырса, соған мінекей Telegram мүмкіндіктерін толық білесіз бе деген сұрақ түсіп отыр. Егер мысалға білемін, үйренуге уақытым жоқ, қаламайды деген сөз, уақыт таппайды, немесе үйренгім келеді. Мінекей үйренгім келедіні бассаңыз, мінекей көрдіңіз ба? Астында два голоса дейді. Мінекей уақытым жоқ, үйренгім келеді. Үйренгім келеді деген адамдар не жерде басым көрсеткіш көрсетіп отыр деген сөз. Рахмет, сәттілік тілеймін, сау болыңыздар.